Баршаңызға сәлем. Бүгін біз беляши пісіретін боламыз. Өте жұмсақ болып шығады, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер осы рецептпен. Жақсы шығады. Ұнымыздың үстіне барлық керек ингредиенттерді қосып шығамыз. Қант, тұз, дрожж, майонез, сұйық май, солардың бүкілін үстіне қосамыз. Толық рецептісін описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерге толық жазып кетемін. Не керегін, қанша грамм. Одан соң жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Өте жұмсақ қамыр болады. Міне қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ. Осы қамырымызды көтерілуге қойып қоямыз. Жылы жерге қоямыз. Орап қоямыз, немесе духовканың жай градусында салып қоямыз. Көтерілу керек. 1 сағаттай көтеріледі. Жылы жерге қойып қойсаңыздар. Мінеки көтерілді. Күшті болып көтерілді. Қамырымызды ыдысымыздан алып шығамыз. Одан соң бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөлдік. Енді бір-бірден жайып шығып, ортасына дайын начинкамызды салып, беляшиді түйеміз. Мен естіп түйдім. Бетін естіп ашық түрде түйуге болады, немесе ашық қалдырмай жауып қоюға болады. Үстінен қаттырақ басасыздар. Бір айта кететіні, тесталарыңызды, қамырларыңызды жайғанда жұқа қылдырып жайыңыздар. Өйткені бұған аштықы салынғандықтан, бұл тағы да ыстық майға барғанда тағы да көтерілетін болады. Сондықтан қамырларыңызды жұқа қылдырып жайыңыздар, және де түйгеннен кейін үстінен басып жіберіңіздер. Өйткені тағы да 2 есе кішкене үлкейетін болады. Жұқа қылдырыңыздар қамырын. Мінеки дайындап қойдым. Енді осыны қызып тұрған отымызда майға жақсылап пісіріп аламыз. Өстіп кішкене майды үстіне құйып жүруге болады. Еті барлығы жақсы пісу үшін. Және де айтатыным, асты қатты отта пісірмеңіздер. Тез қызартып жібереді, сосын ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Екі жағын аударып пісіресіздер. Маған жазылып
лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, күшті болып шықты. Рахмет.